Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш, қайырлы күн. Қалайсыздар? 14-ші сұраққа жеттік. Жалпы енді 14-ші сұрақты бастамастан бұрын сіздерге өзімнің алдағы уақытта онлайн сабақ жүргізуге ниетті екенімді білдірсем деймін. Ол туралы толыққанды мәліметті осы жоғары салатын боламын. 3-ші сабақта түсіндірген болатынмын. 3-ші сұрақ талдау кезде. Жақсы, сұрағымызға тоқтала берейік. 14-ші сұрақ: Балтық теңізі мен Солтүстік теңізді жалғастыратын канал. Енді әуелі канал деген сөзге тоқталайық. Канал дегеніміз не? Кейін астындағы ұлы канал, Вольга, Дон, немесе Еділ, Дон, Суэц, Киль, Панама каналдарына анықтама береміз. Мына бесеуі де канал, бірден айтып қояйын. Жалпы енді канал дегеніміз не? Канал дегеніміз адамның қолынан салынған өзеннің жасанды формасы десек, деген анықтама берсек түсінікті болар. Ал бөген дегеніміз қолдан жасалған көлдің жасанды формасы десек. Мысал ретінде келтіріп көрейік. Жалпы өзен болсын, яғни өзен бір қарында ағушы дүние, дұрыс қой, ал канал не үшін керек? Канал кейбір жерлерде су жетіспеушілігін жою мақсатында салынады. Мысал ретінде келтіріп көрейік. Еділ өзені ағып жатыр, Дон өзені ағып жатыр. Ортада құрғақ жерлерге канал салып алайық, яғни қазу арқылы екі өзенді байланыстырамыз, орталықтағы аудандарға суды жеткіземіз деген секілді дүние. Дәл солай Қазақстан жерінде Ертіс Қарағанды канал салынған болатын, яғни орталық Қазақстандағы су проблемасын шешу мақсатында. Ал енді бөген дегеніміз бір жерге суды жинақтау. Түсінікті ғой, кеттік. Ал енді Балтық теңізі мен Солтүстік теңізі, енді қараңыздар, кейде каналдар белгілі бір объектілерді жалғастыруы мүмкін. Теңіз бен теңізді, өзен мен өзенді, көл мен көлді деген секілді, немесе мұхитты да жалғастыратын каналдар бар. Кеттік. Біріншісі ұлы канал. Ұлы канал қытайша Даюнхэ деген өздерінше, енді жалпы Қытайдағы кеме жүзетін канал, яғни каналда тіпті кемелер де жүзеді. Ежелгі гидротех, яғни ежелгі гидро құрылыс, яғни құрылысының бірі, жалпы ұзындығы 1782 километр. Қандай дүниелер жалғастырады? Яғни ол міне Ханчжоу, Пекин және Нантун тармақтарын бірге 2470. Не үшін ұлы канал десек, бұл бірнеше каналдардың қосындысы. Яғни Хуанхэ, Янцзы, Байхэ, Вэйхэ, Цзишуй секілді басқа да өзендерді жалғастырып тұр. Яғни бір канал бірнеше өзендерді жалғастырып тұр. Демек, бұл бізде Балтық теңізі мен Солтүстік теңізді жалғастыратын канал емес екен. Жақсы. Одан кейін кеттік. Одан кейін Волга, Дон. Енді қазақша Еділ, Дон каналы. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, мынау Еділ өзені, мынау Дон өзені, Дон. Енді Дон, Дон деп айтайық. Еділ мен Дон өзендерін жалғастырушы, яғни негізгі Каспий теңізі мен Дүниежүзілік мұхит арасында байланыс қамтамасыз ететін канал Ресейдің еуропалық бөлігінде біртұтас терең су көлігінің жүйесінің болуы, яғни бұл жақта да кеме қатынасы бар. 50-ші жылдардың басында коммунизмнің ұлы құрылыс жобаларының бірі. Демек, кезіндегі кеңес социалистік республикасын салған проектісі. Жалпы түсінікті, қай жақ пен қай жақты байланыстырады? Волга мен Дон өзендерінің арасында салынған канал. Үшіншісі Суэц. Суэц каналы. Міне, көріп тұрғандарыңыз, арабша Канату әс-Сувайс, жерорта теңізі мен Қызыл теңізді жалғастырады. Демек, жерорта екі теңіз жалғастырып тұр. Жерорта теңізі мен Қызыл теңіз жалғастырушы. Ұзындығы 161 километр, және ені, міне Суэц мынау Қызыл теңіз болса, мынау жерорта теңізі. Ені 161 километр, ені 120 метр, ұзындығы 160 километр, 161 километр. Жалпы Суэц каналы Азия мен Африка арасындағы географиялық шартты шекара. Енді қараңыздар, мынау бізде Азия болса, мынау Африка. Демек, Азия мен Африканың ортасын бөліп тұр онымен қатар. Сонымен қатар жерорта мен Қызыл теңізді байланыстырушы канал ретінде қарастырамыз. Одан кейін Киль каналы. Кильский канал, яғни Киль каналы, немісше Норд-Осте канал, яғни 1948 жылға дейін Кайзер Вильгельм каналы деп аталған. Одан кейін қазір Киль каналы деп аталды. Яғни Балтық теңізі мен Солтүстік теңізді қосатын Германиядағы кеме қатынайтын канал болып табылады. Демек, көріп тұрғандарыңыздай, міне Балтық теңізі, Солтүстік теңіз, одан кейін міне Балтық теңізі көріп тұрғандарыңыздай, сол екі теңізді қосушы Киль каналы. Жалпы ол Киль шығанағынан, Киль қаласының маңынан Эльбе өзен сағасына дейінгі аралықта ағып өтеді. Ағып өтеді дегенде ағады. Ұзындығы 98 километрдей, яғни шамамен 100-ге жуық. Ені 100 метрден асады, тереңдігі 11 метр. Жалпы
осындай, демек бұл біздің тікелей жауабымыз болып есептеледі. Көріп тұрғандарыңыздай, соңғысы Панама каналы. Енді Панама каналы өте көп келеді ұбт-та. Панама каналы солтүстік және оңтүстік Американы бөліп тұратын халықаралық маңызы зор жасанды су жолы. Жаңа айтып кеттік, жасанды деп, яғни қолмен жасалған. Құрылыс орталық Америкада Панама мойнағының ойпаңдау жерінде 1904 жылы басталып, 10 жыл ішінде аяқталған. 1920 жылы пайдалануға берілген, ұзындығы 81 километр, ені 150, кейбір жерлерінде 300 метр, сонымен қатар тереңдігі 12-13-25 метр тереңдікке дейін барады екен. Жалпы енді сонымен қатар Панама каналы арқылы жылына 100 миллионға дейін жүк тасымалданып, 14 мың кеме өтеді екен. Көріп тұрғандарыңыздай, иә. Сонымен қатар Кариб теңізі мен Тынық мұхитының порттарын жалғастырады. Енді Панама каналы тіпті кейде Атлант пен Тынық мұхитының арасындағы жол болып есептеледі. Міне, Атлант мұхиты мен Тынық мұхиты жалғастырады. Неліктен? Себебі қараңыздар, Еуропадан шыққан кезде бұрынғы уақыттары толыққанды оңтүстік Американы айналып өтетін болған. Енді солтүстігі мұз, түсінікті, себебі мұзды жарып өту қиын, алайда оңтүстік жақпен өткен ыңғайлы болды. Бірақ уақыт өте келе оның жолдың ұзындығы көп болғаннан кейін ортаға канал салған болатын, тікелей Тынық мұхитына шығу үшін. Демек, сұрақ түсінікті болар. Қолымнан келгенше түсіндірдім. Егер сұрақтар болса, төменгі описаниеда нөмірлер жазылған, немесе комментарий қалдырып кетіңіздер, жауап беретін боламын. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, қаншама еңбек осы уақытта жасалып жатқан, барынша қолдап қойыңыздар.